Сәлем достар, сіздерге кітап сүйер арнасынан оқыған осы қысқа әңгімені айтып бергім келіп тұр. Шәкірті ұстазына келеді. Ұстаз, мен кітапты оқыдым, бірақ кітаптан оқығандарым есімде қалмады дейді. Ұстазы шәкіртіне құрма ұсынады. Мына құрманы жеңіз. Иә, жедім. Жаңағы құрмаға тойдыңыз ба? Жоқ, тоймадым. Әрине тойған жоқсыз. Бірақ ол құрма сіздің денеңізге тарады. Ішіңізге, етіңізге, сүйегіңізге, теріңізге, тырнақтарыңызға, тіпті ең кішкентай жасушаларыңызға дейін еніп кетті. Кітап оқу да тура солай. Пайдасын білдірмей тигізеді. Сондықтан үнемі есте қалмайды. Кітап оқи жүріңіздер достар.